Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге Жаңға Дауа каналы. Бүгін мен сіздермен 7 күнде денсаулықты жақсарту атты пайдалы видеомен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіз. Бірінші күн ағзаны тазартатын таңғы шипа. Жылы судың пайдасы. Таңертең аш қарынға жылы су ішу бұл шипалы дәстүр. Жапон және үнді медицинасы осыны мыңдаған жылдан бері қолданып келеді. Жылы су асқазанды оятып, ішектің жұмысын бастайды. Сонымен қатар бауырдағы жиналған токсиндерді шығаруға көмектеседі. Кейбір адамдар таңертең тамақ ішпей тек кофе ішіп кетеді. Бұл қате. Аш қарынға кофе асқазан қышқылын арттырады. Ал жылы су оны бейтараптандырады. Лимон мен балдың шипасы. Лимон С дәруменінің көзі. Ол иммунитетті көтеріп, қан айналымын жақсартады. Сонымен қатар ағзаның сілтілік балансын реттейді. Бал. Бұл табиғи антисептик. Ол асқазанға жұмсақ әсер етіп, жараны жазуға көмектеседі. Таңертеңгі бал ағзаға тез сіңіп қуат береді. Үшіншісі ораза, сүннет және таңғы шипа. Дінмен байланыстырып айтатын болсақ, пайғамбарымыз адам баласы таңертең аш қарынға зәм-зәм ішсе аш болмайды деген. Бұл таңертең ішкен шипалы сұйықтықтың маңызын көрсетеді. Сүннетке сай тамақтану алдында бисмилля деп айту, оң қолмен ішу, асықпай ішу де ағзаның дұрыс қабылдауына әсер етеді. Бұл қарапайым тәсілдерді бір апта бойы жасап көріңіз. Өзгеріс сезінсеңіз, бұл сіздің ағзаңыз шүкір айтып жатқаны. Бастысы тұрақтылық. Бір күнде нәтиже күтпеңіз. 7 күнде ағзаңыз жеңілдейді. Энергия пайда болады. Егер бұл тәсілді қолданып көрсеңіз, пікірге жазыңыз, қандай әсер байқадыңыз. Мүмкін сіздің тәжірибеңіз басқа біреуге шабыт береді. Келесі видеода мен ас қорытуды жақсартатын тағам мен дұға туралы айтамын.